عليكم достар. النحو التطبيقي تأليف Халид Абдулазиз. Осы кітапты бастаймыз деп жүреміз. Бүгін кіріспесін бастайық. TikTokқа жүктеуге ыңғайлы болу үшін осылай бастаймыз басын. Кейін YouTube форматында өткізіледі сабақтар. Сабаққа қатысу үшін менің Telegram каналыма қосылыңыз. Ол каналға WhatsApp арқылы сұраныс жібере аласыз. Кітап 2018 жылы шыққан, Мысыр елінде шыққан. Жалпы араб тілінің грамматикасына байланысты кітап. Бұл жерде мұқаддима. Бұл алғы сөз, кітаптың кіріспесі. Халид Абдулазиз кітап авторының өз жазған кіріспесі. Альхамдулиллахи раббил аламин. Әлемдердің Раббысына мадақ болсын. Вассалату вассаламу аля набиил худа ва имамил муттақин саййидина Мухаммад ибн Абдуллах ал-Уммил амин ва ба'д. Оқу жазуды білмейтін Абдулланың ұлы Мұхаммед пайғамбарымызға, ол тақуалардың имамы болған, тура жолдың пайғамбары болған пайғамбарымызға сәлем мен салауаттар болсын. Фахаза хуал китаб, бұл кітап ан-наху татбиқи уқаддимуху ал-йаума лит-туллабил илм. Ілім талап етушілерге ұсынамын дейді. Раджа миналлахи азза ва жал ан яда'алаху ал-қабул. Алла Тағала өз құзырында қабыл болған кітап ретінде қабылдауын раджиян үміт етіп, ва ан яджалаху халисан ливажхил карим. Алланың ризалығы үшін жазылған кітап ретінде қабылдауын үміт етіп ұсынып жатырмын дейді. Аратту ал-қауаид фихи битариқатил сахла. Бұл кітапта қауаид ережелерді сәхіл, өте оңай жолмен келтірдім дейді. Аратту келтірдім. Аксарту минат татбиқат, көптеген мысалдарда жүйелерді келтірдім. Ала күллі қауаид, әрбір ережеге байланысты. Хатта тасаббата фи зихни дәріс. Білім алушы өзінің жадында жақсы сақталу үшін тасаббата. Мәнхайту күллі дәрсін би жумлати минат танбихат нафиа ва мухаттатин яштамилу ала талхис дәрс. Яғни әрбір дәрісте нелер келтірдім дейді. Тәнбихат нафиа, пайдалы бір ережелерді, ескертулерді келтірдім. Жалпы талхис дәріс сабақты толыққанда қысқа нұсқа түсіну үшін. Ватбаъту күллі дәрс битатбиқайни. Әрбір сабақта екі мысалдарды келтірдім. Татбиқ мужабан хуа татбиқ ютлабул жауабул ан. Бірінші сұрақ, екінші жауап ретінде екі мысалдарды келтірдім. وتجاوزت الجملة التطبيقات من القرآن ووحده 1500 تطبيق. Мысалдар келтірдім деп жатыр. Соның ішінде Құраннан 1500 мысал келтірдім. وتجاوزت التطبيقات من السنة الصحيحة. Сахих хадистерден 200-ге